Біз реттеушінің положениелерін қарастырайық. Реттеуші міне сізге алдымен қарап тұрады және қолдарын екі жаққа созып тұрады. Немесе ол арқасымен қарап тұрады, сізге дәл осылай қолдарын екі жаққа созып тұрады. Бұл бірінші жағдай. Екінші жағдай. Реттеуші сізге алдымен қарап тұрады және оң қолын сізге алдыға қарай созып тұрады. Үшінші жағдай. Реттеуші сізге алдымен қарап тұрады және қолын жоғары көтеріп тұрады. Осы үш тұрысын қарастырайық. Реттеуші сізге алдымен қарап және екі қолын екі жаққа созып тұр. Бұл жағдайда мына жолдағы көліктерге жүруге тыйым салынады және мына жолдағы. Сіз осы жолда тұрсаңыз, мына жолдағы көліктерге тыйым салынады жүруге және мына жолдағы көліктерге жүруге тыйым салынады. Ал осы жақтағы мына сол жағында тұрған көліктерге және оң жағында тұрған көліктерге жүруге рұқсат беріледі. Сізге реттеуші бір қырыммен қарап тұрған кезде, ол кезде сізге жүруге рұқсат беріледі. Сізге тура және оңға жүруге рұқсат. Және мына жақтағы көлікке де дәл солай тура және оңға жүреді. Ал егер реттеуші сізге алдымен қарап және оң қолын алға созып тұрса, сізге тек қана оңға бұрылуға рұқсат. Сіз тіке жүре алмайсыз, солға бұрыла алмайсыз, тек қана оңға жүре аласыз. Ал егер реттеуші сізге бір қырыммен қарап, оң қолын алға созып тұрса, сізге барлық бағытта жүруге рұқсат. Сіз тіке де жүре аласыз, оңға да жүре аласыз, солға да жүре аласыз және кері бұрылыс орындай аласыз. Осы жағдайда сізге оңға бұрылуға рұқсат. Ал егер реттеуші сізге оң жақ қырыммен қарап тұрса, сіз жүре алмайсыз. Және оң қолын алға созып тұрса, сіз осы положениесінде сізге жүруге тыйым салынады мүлде. Осы жағдайда реттеуші екі қолын да алға созып тұрған кезде, осы көліктердің барлығына жүруге тыйым салынады. Тек мына жолдағы көліктер жүре алады.